Зімбір адам ағзасына қалай әсер етеді? Зімбірдің құрамында витамин, минерал және эфир майлары бар. Ең танымал қасиеттерінің бірі тағамнан улану, жүрек айнуы және құсу кезіндегі көмегі. Зімбір ертеден келе жатқан пайдалы өсімдік. Зімбір жегенде ағзада қандай өзгеріс болады? Зімбірді суық тию кезінде жиі қолданатыны белгілі. Бұл өсімдік бойды жылытып, денеден көптеп тер шығуына әсер етеді. Бір кесе зімбір шайы толыққанды ем болмағанмен, бой жылытып, ауру белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Зімбір негізінен эстрогенге бай өнім. Эстроген зат алмасу процестеріне қатысады және көңіл-күйдің тұрақтылығына жауап беретін гормон. Сонымен қатар, дәрігерлердің айтуынша зімбір ас қорыту жүйесіне де пайдалы. Оның хош иісі іш кебу кезінде көмектесетіні дәлелденген. Зімбір сондай-ақ ұйқы безі ферменттерінің түзілуіне ықпал етіп, ас қорытуды жақсартады және зат алмасуды жеделдетеді. Сонымен бірге зімбір жүрек айнуын, соның ішінде жүктілік немесе химиотерапия кезінде пайда болатын жүрек айнуын басудың тиімді құралы болып табылады. Зімбір тамыры есте сақтау қабілетіне оң әсер етіп, теріні жақсартуға және безеуді азайтуға көмектеседі. Зімбір өте пайдалы екеніне қарамастан, денсаулық үшін зиян болуы да мүмкін. Өсімдіктің ащы болуына байланысты асқазан, ішек, бауыр және өт қабы ауруы бар адамдар оны аса сақтықпен қолдануы керек. Сондай-ақ, жүрек қан тамыры аурулары барларға зімбірден бас тартқан абзал, өйткені бұл өсімдік қан ағымын арттырады, қанның тамырлар мен артериялардан өту көрсеткішін төмендетеді. Ал бұл фактор өз кезегінде адам денсаулығының нашарлауына келіп соғуы мүмкін. Аспаздық саласында зімбір қолдану. Зімбір көбінесе дәмдеуіш ретінде қолданылады. Сондай-ақ оны тамырынан тосап қайнатып, оны сорпаға қосады. Жана піскен немесе маринадталған күйде жейді. Зімбірді кондитерлік өнімдерге, тәтті тағамдарға және сусындарға да қосады. Сонымен қатар кәмпит, тосап, печенье, кекс, бисквит, компот, пудинг, сыра, ликер құрамында да зімбір кездеседі. Азия елдерінде зімбірді ет, құс еті, балық және теңіз өнімдеріне жасалған тағамдарға қосады. Ол хош иіс беретін өнім түрінде кейбір шайларды дайындау барысында да қолданылады. Сарымсақпен қатар ол елдің барлық дерлік аймағында Қытай асханасының негізгі дәстүрлі дәмдеуіштерінің бірі болып саналады. Тәтті сірке суында маринадталған жас имбир, гориді суши мен роллға арналған дәмдеуіш ретінде қолданады. Зімбір шайы. Бір порция үшін 1 шай қасық үгітілген зімбір, 1 стакан су, дәміне қарай бал, қант, лимон. Дайындау әдісі: кішкене кастрюльге су жылытып, оған зімбір, үгітілген лимон қабығын салыңыз. Суды қайнатып, оны оттан түсіріңіз. Дәміне қарай қант, бал және лимон қосып, шынаяққа құйыңыз. Ыстық түрде ішу керек. Достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видеоны аса жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.